Так, интернеттің скорысын көбейтеміз. Мысалы Windows'тың. Мысалы менде Windows 10 болсын, 11 болсын, разница жоқ. Ең бірінші cmd деген команданы ашамыз. Поискке жазамыз cmd деп. Сосын ашамыз. Осыларды орындап шығамыз. Enter. Так, мынаны орындадық. Келесі программалар, специальный программалар. Спискс. Оны Google-ға жазсаңыз болады. DNS Jump өйстіп жазсаңыз болады. Сол кезде шығады официальный сайт. Біріншісі сол DNS Jump дейді. Соны ашамыз. Fast test DNS дегенді басамыз. Екіншісі. Сосын Start DNS Test дегенді басамыз. Өзі қазір ең тез DNS тауып береді. Именно саған тез. Сосын Apple DNS сервер дегенді басамыз. И болды, қойылды. Келесі екінші программа Easy Service Optimist. Ол ана службаларды өшіреді. Так, оны өшіру үшін астында так, бұл жерде мынандай нелер бар. Категорияға бөліп қойған ғой. Сіз өзіңіз бұл жерге мысалы мынаны қойып қойсаңыз болады. Extreme деген почти барлығын өшіреді деген. Мынау кішкене азғантай заттарды өшіреді. Мынау одан да азғантай заттарды өшіреді. Мынау по умолчанию деген. Оны керек кезде сіз дефолтты басып қайтадан орын алып келу болады деген ғой. Мен мысалы экстримге қоямын да, сосын так, сосын мен мынаны басам, міне. Start Selected Services деген. Мынау үшіншісі, сол жақтан санағанда. Соны басасыз, мына бәрін өшіріп шығады. Мен қазір оның алдында істеп қойдым, сол үшін жасамай тұр. Қазір енді мынаны бассаңыз, бәрін өшіреді. Келесі программа Windows-тың обновлениясын өшіретін программа. Windows Update Blocker деген. Қосамыз и өшіреміз. Негізінде Enabled деп тұрады сізде. Сол Disabled қоясыз да Apply Now дегенді басасыз. Сосын өшіреді. Келесі бұл кейбір заттарды өшіріп тастайды. Бұл жерде оқысаңыз болады. Рекламаны, тағы басқа деген сияқты. Бұл жерде міне орысша жазылып тұр бәрі. Соны өшіріп тастасаңыз болады. Мен бүйтем, опцияны басам да применить все рекомендуемые настройки дегенді басам. Да дегенді басам. Өзі керегін өшіріп тастайды. Сіз бұл жерден ручной өшірсеңіз болады. Бірақ керек, мынау автоматически кейбір заттарды өшіріп тастайды. Келесі программа, болды. Келесі мынау ADV Cleaner деген. Оны скачать етеміз, мысалы Google-ға жазамыз да, скачать бесплатно деп. Скачать етіп бастайды, қосып жіберем сразу. Бұл вирусты өлтіреді. Вируста иногда интернеттің скорысын алады тоже. Жетті, то есть. Мыналарды қосып шығам, удалить ключи, сосын сбросить. Мыналардың бәрін қосып шығам. Болды, басқасы қалғаны тұра береді. Сосын информационный панельге кіремін да, запустить проверку деймін. Так, келесі. Так, WinR-ды бас дейді. WinI. Настройкке кіресін дейді. Так, конфиденциальность дегенге кіреміз. Сосын фоновый. Фон дегенді дейміз. Фоновый приложение деген. Сол жерде мыналарды өшіріп тастасаңыз болады. Керек еместерін өшіріп тастасаңыз болады. Или мынаны өшірсеңіз болады, барлығын. Так, келесі автозагрузка. Автозагрузкаде міне тұр автозагрузка. Бүйтіп аламыз да, оң жақ мышканы басып. Астында диспетчер задач дегенге кіреміз. Автозагрузка, сосын оң жақ мышканы басамыз да, отключить дейміз. Керек еместерін өшіріп тастаймыз. Отключить деп.
келесі планировщик задачаға кіреміз. Так, панель управления кіреміз да, планировщик административный и планировщик задач. Или поискке жазсаңыз, вот планировщик задач деп. Мына жерде нені өшіреміз? Так, мына жерде OneDrive-ды өшірсеңіз болады. Оң жақ мышканы басып отключить дейміз. Келесі, так, мына жерде оқысаңыз болады, каждыйына кіріп, қандай қызмет атқарады деген сияқты да. Міне действияның ішіне кіріп көру болады жат екен. Міне мынаны өшірсем болады осыны. Мынау браузер Edge. Соны өшірсем. Мынау автоматически обновить етпесін деп, ручной өзіңіз не істесеңіз болады. Завершить сейчас или болмаса отключить дейсіз. Отключить. Көбінесе отключить деп жазасыз. Кереңестерін бәрі өстіп өшіріп тастайсыз. Мына жерде списоктар тұрады, өшіріп тастайсыз өзіңіздікін. Так, келесі WinR-ды басамыз. Windows R деген. Сосын gbedit деп жазамыз. Мына жерде конфигурационный компьютер, сосын административный шаблон, сосын сеть, сосын так, сеттен кейін планировщик пакетов QoS деген, QoS ішіне кіреміз, сосын ограничение резервуемой пропускную способность деген кіреміз да. Включить басамыз да, 0-ге қоямыз да, окей деп басамыз. Сосын диспетчер задачаға барамыз. Так, диспетчер задач. Диспетчер устройствоға барамыз. Бұл жерде сетевой картаны обновить ету керекпіз. Міне мысалы, менікі Wi-Fi емес, сіздікі Wi-Fi болса Wi-Fi-ды обновить етесіз, оригиналын қоясыз. Сосын егер андай проводной интернет болса, менікі сетевой карта проводной интернет, оны да сол оригиналын қоясыз и обновить етесіз соңғы версиясына. Егер сізде Wi-Fi болса, 5 ГГц-ті қолданыңыз. Себебі ол ең тез, проводқа почти жақын, не да, 5 ГГц деген проводқа почти жақын, скорості қатты. Сосын егер тағы да көбейтін келсе, мына Wi-Fi роутерға кіріп 192.162 деп сөйтіп кіресіз да ішіне. Сол каналын ауыстырсаңыз болады мынаның аралығымен. Сосын Wi-Fi-дің паролін сол роутердің ішінде настройка бар осындай. Осындайға қойсаңыз болады. Осыған қойған жақсы. Араласта осы екеуі. Сосын роутерді жоғары қойған жақсы стенканың. Анандай столдың үстіне қойып, олай емес, жоғары қою керек. Потолокқа жақын деген сияқты да. Сол кезде ловить ету несі жақсы болады. Сосын егер Wi-Fi не болмаса, егер мынандай возможность болса, кабельмен жақсы. Но почти кабель сияқты 5 ГГц. Сосын Chrome скачать етесіз, Chrome браузері жағынан. Сосын Chromeға кіріп, Chromeға кіресіз да, 3 нүктені басасыз. Расширение деген кіресіз, управление расширение кіресіз. Осы жерде лишнилерді удалить етіп тастайсыз бүйтіп. И керектерін қалдырып қойасыз, лишнилерін удалить етіп тастайсыз. Сосын браузерге AdBlock скачать етесіз. Ол үшін Chromeға кіресіз, 3 нүктені басасыз. Так, 3 нүктені басасыз да, расширение и управление расширение кіресіз. Сосын интернет-магазин Chrome дегенге кіресіз. Сол жерде поискке жазамыз AdBlock деп та. Бұлай. Сосын интер басамыз. Мына жерде керегін не істейсіз? Скачать етесіз. Мысалы, мен мынаны скачать ету керек, ішіне кіресіз, скачать етесіз, установить деп. Сосын оның расширение міне тұр менде. Мынандай значок тұрады, и міне тұр. Соның настройкасын жасау үшін 3 нүктені басамыз да, қапталында AdBlock и параметры дегенге кіреміз. Бұл жерде не бар? Фильтрлер бар, список фильтров деген бар.
осыларды қосып шығасыз сізге ұнайтындарын. Мынау негізінде көбісі өшіріліп тұрады. Сіз өзіңіз қолмен не істеп, ручной настройка жасаң, өйстіп та галочка қойып шығасыз, осыған деген сияқты. Негізінде барлығына тағы да фильтр болса добавить етсеңіз болады, бірақ көп фильтрді қоспаң сразу, себебі уже жай жасап қалады сайттар айтпақшы. Керегін тек қосың болды. Келесі включить аппаратное ускорение дейді. Бұл браузердің несі о, настройкасы. Сосын перезагруз, ең соңында бәрін болғаннан кейін перезагруз жасаймыз, сосын speed тестке барамыз. Speed тестке барамыз да, и скорость тексереміз. Go дегенді ашып жібереміз, болды. Бұл интернет скорсын кішкене болса да скорсын көбейтеді.